Бәріне сәлем достар, сендермен бірге Темірлан, және де камерадан мені түсіріп тұрған менің досым ол Мадияр. Міне мына жерде Мадиярдың инстаграмы, мына жерде менің инстаграмым. Біздің парақшаларымызға жазылып қойыңдар. Ал не деймін, бірінші лайфқа көшейік. Крутой десерт сделать проще простого. Возьмем банан, шоколад и трубочку. Зальем отверстие шоколадом. Положим банан в холодильник на 10 минут. И можно кушать. Удивите друзей этим десертом. Так, достар, видеоның көргендерінде бұл лайфхак, тәтті лайфхак. Бұл жерде банан, шоколад, трубочка түрілу керек. Қазір, так, банан. Банан! Шоколад! Сосын трубочка керек. Трубочка! Пойдет. Так, сонымен трубочканы ашамыз. Трубочканы ашамыз. Бананды аламыз. Бананның артынан, былай, жағынан тесік жасаймыз. Неше комментарий жазғандар андай 18+ деген жай не ғой. Так, кіріп. Трубочкасын қалып тема. Так, кеттік. Басынан өсек. Осылай. Сонымен трубочканы кіргіземіз. Сосын бит. Сосын ішінде банан алып шықтық. Нормальный банан екен. Ол сосын мына жағынан бір тесек. Былай тесек та. Басекта ішіндегі бананды алып шығайық. Сонымен достар, қазір мен шоколадты ерітейін. Ол үшін шоколадты ашамыз. Қазір екінші лайфхак болады. Қазір шоколадты ерітуге болады. Шоколадты бөлеміз. Бүйтіп. Сосын екіге бөлеміз, Мадияр жейсің бе шоколад? Мен жеймін. Ал біз кухняға кеттік. Паузаға қояма? Паузаға. Так, достар, сосын шоколад аламыз, мынандай кішкентай шыны тараға саламыз. Ашамыз. Микроволновканың ішіне саламыз. 30 секундты басамыз. Қосамыз. Енді обязательно қара, каждый 15 секундтан кейін қарап отыру керек. Әйтпесе шоколад жанып кетуі мүмкін. Үйде қайталамаңдар, бұны профессионалдар істеп жатыр. Так, достар, мен болды уже шоколадымызға еріп. Тұрғандарында шоколад полностью еріп. Жарайды, біз залға кеттік. Достар, міне қазір шоколад ереді. Сосын аламыз, қазір мен шоколадты трубочканы тартып. Тартамыз, банан артына кіргізіп. Итереміз. Міне шоколад қалған жоқ. Так аламыз. Нәрден шығып отыр уже. Сосын алдынан. Сосын бірлеміз. Аламыз. Ішіне тағамыз. Тағы. Алдық. Трубочканың ішінде уже шоколад қатып отыр. Бұдан қолмен итереміз. До конца құйдық. Артыды до конца тұрып. Енді бұны қазір барып холодильникқа қатырамыз. Холодильникқа 10 минут қалғаймыз. Ал.
Жүресің ба? Жай ма? Бәрін қоймаймын мен. Так, достар, біз бананымызды холодильниктен алып келдік. Қазір біз ашып қараймыз. Что-там қалай екен. Мына жерде шоколад қатып жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Так, ашайық. Ашайық. Мына жерде қатып жатыр. Так, міне көріп тұрғаныңыздарыңыздай шоколад ішінде көріп тұрған жоқ. Бір тісек. Қараңыздар. Мына ортасында шоколад жоқ. Білмеймін. Қазір тағы бір тісек көремін. Болмаса, бұл лайфхакқа сразу минус қоямын. Мен тағы да жоқ, білмеймін не екен. Жоқ. Міне енді шығып жатырмын. Бірақ банан мен шоколад бір-бірімен жегенде, түгескенде бәрі банан көбірек болса, бананның дәмі көбірек шығады. Шоколад шығады, бірақ өте аз. Шықпайды ғой, білмеймін. Міне енді шықты, мына жер көп болды дейді. Енді тәтті. Базар жоқ тәтті екен, бірақ дәл видеода көрсеткенде бәрі біз істерін алып, мүмкін сен істерін шығарсың. Мына кішкентай қалдықты операторға берсем, несі бар? Ас болсын. Енді біз екінші лайфхакқа көшеміз. Екінші лайфхак ол Инстаграмнан тауып алдық. Ол жерде зубный пастаны зубный пастаны суға құяды, сосын айналдырады. Сосын ескерген монетаны алып, ішіне салып та айналдырып айналдырып, бір 5 минуттан кейін алып шыққанда уже монета шіріген, дақтар болмайды. Так что зубный паста керек, зубный паста жақтыршы. Зубный пастаны аламыз. Ашамыз. Суға кішкене қосамыз. Аламыз, араластырамыз. Мынандай су шықты бізде. Мынандай су шықты. Соған мына ең кір монета, ең убитый монета. Соны саламыз бірінші. Сосын мынандай более-менее кір емес, бірақ тоже қап-қара монетаны саламыз 5 теңгелік. Сосын мынандай 10 теңгелік монетаны саламыз. Мынауында бір 5 таңғаны бар. Сосын саламыз. Енді 1-2 минут тосамыз болар. Бұлар қалсын кірі кеткенше дейін. Ал қазір 1-2 минут сендерге 1 секунд болады, ал бізге 2 минут болады. Ал кеттік. Так, достар, уже 2 минуттан өтіп кетті, 2 минуттан көп өтіп кетті. Қазір полотенцені жейік. Сосын мына жерде монетамызды алайық. Так. Сүртейік. Что-то не болды. Так, мына жерде көріп отырғандарыңыздай, вообще бірінші монетада, білмеймін, бәрі қазір камерадан көрмесем, бірақ түк өзгермеген сияқты. Мынада ешқашанда түк өзгермеген сияқты, қазір енді екінші тағы бір сондай ұқсайтын лайфхак бар. Ол зубный пастамен қазір жанға қоя тұрайық былай. Сосын мынаны қояйық. Қазір зубный паста керек. Зубный паста. Зубный паста. Дұрыс аяқсы.
Сосын монетаны аламыз. Мынаны жағамыз. Кішкене жағамыз. Қалтырамыз, сосын бүйтіп еземіз монета. Соны салсайық. Строне сүйіп шығайық. Мынаны дезик. Так, достар, мына уже біраз тұрып. Біраз деген бірақ минуттарға мысалы қарайық, қайсысында күштірек болатын. Бірінші рет суға салып неткенде бәрі изменение болған жоқ. Қазір екіншісі көрейік. Тик. Құрамаға салайық. Так, изменение полное болған жоқ па, мен білмеймін. Зарядка содаланды. Жарайды. Изменение болған жоқ па, білмеймін. Қазір мен мына жерге бүйтіп қойайын. Сосын бағанағы кадрды көрсем, мына жерде до болып тұрады, сосын после болып тұрады. Өздеріңіз салыстырыңдар. Білмеймін, бұл лайфхак, может, бір күнге либо 1-2 сағатқа қойсаңдар, бұл лайфхак істей шығар, возможно. Бірақ біз 1-2 минут болды, және грубо айтқанда 5 минут болды, еще зоны постоянно жақты да, тағы 1-2 минутқа қойдық. Так, достар, бұл лайфхакты ештеңе қоймай қояйын, мен плюс минус деп бәрі өздерің көресіңдер, артында не болған. Сондықтан мен осы видеоны көргендеріне рахмет. Егер де сендерге ұнаса, егер сендерге осындай рубрика жалғастыра бер десеңдер, мен тағы да біраз видео түсіремін. Сосын, то есть, сендерге ұнаса мен түсіремін. Аптасына 1-2-3 рет лайфхак болады, сосын 1-2 влог болады. Сондықтан да жазылып қойыңдар. Жазылып, лайк басып, подписацияны басып, сосын подписацияның жанындағы қоңырауды дауыс қойыңдар. Көргендеріне рахмет, материалға рахмет. Енді сол достар, келесі шығарылымға дейін сау саламатта болыңдар.